Рахмет үлкен. Анау мынау деп судья сосын көрді да өтініш тапсырмай қойды. Ничего. Басымыз аман болсын. Еліміз тыныш болсын әлі. Сөйтпей қой. Әлі менімен мақтанасыңдар. Обещаю. Мен бізге берсе бола берді ғой, бір 5-10 минут берсе мен біраз сөз айтатынмын, просто 10 минутта берген жоқ. Иә, қарап қалдық базар. Ана айтты, мынаны айтты енді. Бірақ ұнамады енді олардың сөйлегені. Өз басым. Білмеймін енді басқа қалай. Обидно. Соңғы сөзге возможность беру керек еді. Соңғы сөз. Как бы там не было. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Соңғы сөздің өзін қызғанып жатыр ма деймін. Соңғы сөздің өзін қызғанып жатыр ғой. Жоқ, сөйлемейсің деп ше, прикинь. Я говорю, берси возможность. Страшно ғой, я? Страшно ғой. Страшно, біз соншама бізді. Мен не содан қатырып сөйлеймін ба не? Мен қатырып сөйлемеймін ғой одан деп ойлаймын өзім. Мен айтамын да бер возможность. Берсейші? Жоқ деп. Мен айтамын, онда сен ертерек аннулировать етіп тастамайсың ба? Мен деген хатшыға звондадым. Жоқ, сотқа келе берсеңдер болады. Доверенностьтарың аннулировать етілмеген деді. Я говорю, онда мен келем дедім. Сөйтіп кіріп келсең, көз деген былай қызарып кеткен, масқара ана жерде. Алдына отырғызбай бүйтіп ше. Сосын артына отырдым. Үндемей отырып, маған қарап. Типа, мен сендердің позорыңды шығарам мен сенің дейді да, типа. Түсінің ба? Тыныш отырыңдар, позорыңды шығарам ато дейді. Шығар онда позорыңды деді. Вступать етпе дейді. Тыныш отыр дейді ғой, короче. Мен айтам, жоқ дедім. Мен позорыңды шығарам деп, кәдімгідей бүйтіп отыр. Я говорю, хорошо. Шығар дедім. Сөйтіп қолымды көтермедім, пақ еткізіп. Сот залынан шығар жіберді ғой, короче, прикинь. Шымшықты әргатпен атмысыреді ғой, сондай болды ма? Солай болды, я. Ну, енді. Прикинь? Да, достойно ғой. Прикинь, да, вот. Мен адам өлтіріп қойған жоқпын. Жоқ, жігіттер бұл жерде былай. Зато өздерінің ішін арылған бүкіл халқына... Мен бетім таза. Мұрат, бір рет қана сөйлейміз ғой біз. Бір-ақ рет ана жерде тұрып сөйлейміз. Соған возможность бергенде оның жомарттығын көрсететін еді да. Видишь, он жоқ деді да. Я говорю, мен по-любому шығам дедім. Онда мен доверенность аннулировать етем деді. Істе дедім. Смотри, позорыңды шығарам деді. Я говорю, хорошо. И бах еткізеді ғой. Братан, звондап отыр, перезвонишь. Давай. Давай, бәке. Жесе ма шашлыктан? Жоқ, нормально. Май көп екен мынаны. Неге май тыға береді? Сен ше жемейсің? Жеймін, сен жейбесің. Мен нан тойып отырмын. Шашлык дейді да майдың бәрі алып келеді. Мен май жемеймін ғой. Хотя семіз болсам да. Бұл халықтың алдында жүзіміз ашық. Егер мен Мейірманның орнында болсам бар ғой, мен жібере салатын едім. Елдің бір туара, елдің алдында жүрген азаматсың ғой. Шық давай, вперед деп, сәттілік деп ше. Ауыл мені батпаққа батыр жіберді. Хорошо, Мәке. Рахмет саған. Шашлыктар беспонтовый. Нашар ма екен?
алма Девушка, вот шашлык много мяса, много нет, жир. жир. Вот. Целый жир. Здесь тоже жир. Не знаю, хотя... Скажите, Ё-моё, мына шашлык деген беспонтовый екен. жемейсің ба не? Қатты ма не? Еті? Беспонтовый. Еті қатты ма? Жоқ. Мына қойдың еті емес, по-моему, сиырдың еті сияқты. Ма? Мен айыра алмаймын, просто қойдың, сиырдың етін ше. Ничего. Я не в обиде. Нормально все. Банудың ісін қатырамыз, уайымдама. Жан шығарамыз әлі болсын. Рахмет үлкен. Нұрлан ағаларың қазір қалада. Қазір Алматыға қарай кетеміз. Прокурор қыз сияқты менде дайындаған текстім болып бар еді ғой. Түсіндіңіздер ма? Соны айтқызуға мүмкіндік бермеді ғой. Ладно. Зато менің бетімді ашты, ол да өзінің бетін ашты. Прическа қалай, прическа? Рахмет үлкен. Үкім, наверное, ертең шығат шығар, иә? Қазан адвокаттар сөйлейді ғой. Иә. Сонымен сағат 6 болады шығар. Оглашение болады шығар, просто. Ертең сөйлейді шығар. Ертең шығарат шығар, скорее всего. Жоқ, екі қызға адвокат боламаймын ғой. Мен адвокат емеспін, мен заңгермін ғой. Бұзақылық істер бойынша 3-ші тармақпен максимум 7 жыл. Енді менен көңілдеріңіз қалса не істейін енді айтшы. Не істейін? Процеске бардым. Процестен шығарып жіберді. Не істейін енді? Ақнардың ісінде ол жақта адвокаттар бар. Мен лучше ана Банудың ісіменен жүре бермеймін ба? Екі қыздың әрекеттеріне ана сотта жалған көрінеу айғақ бергені бойынша прокуратура жаңағы Алматы облыс полиция департаментіне жекеше қаулы шығаруды сұрады ғой. Бану деген Асылбекова Альбина деген бар, который Қазақстаннан Қытайдан товар алып келем, арзан деп ақша жинап алған, өте көп әйелдер алданған. Рахмет үлкен. Араларыңызда да бір неше адамдар бар екен қолдайтын. Нече? Құлағанда жер көтереді. Зато кімнің кім екенін білдік қой. Чика не болды дейді. Чикаға ештеңе болмады. Шіркін ай, мен сөйлеу керек едім ана жерде ше.
Ладно, ничего.